Бүгін 11 маусым 2021 жыл. Мінекей мына горшокқа қондырған қызанақтарым пісіп жатыр. Бұны эксперимент есебінде еккен болатын. Жалпы 3 соттық, 3,5 соттық жылыжайыңыз болса, без отопления болса, егер от жағылмайтын болса, осылай қызанақты ерте көктемде егіп, ақпан айында егуге болады. Енді біз жақта термос болып жатса, осындай уақыттарда пісіруге болады екен. Бұл енді ашыққа егілетін қызанақ тұқым. Оның үстіне қолдан алған тұқым. Бірақ соған қарамастан жақсы өнім беріп жатыр. Мінекей мыналар 200-250 грамм шамасындағы қызанақ бір түйіннің өзі. Олар әлі өседі, Құдай қаласа. Мінекей. Жалпы 1000 түп қызанақ егіп, жүктері қолдап алуға болады екен. Әрине енді арнайы тепличный сорт егіледі бұл кезде. Жалпы от жақпай қай уақытта пісіруге болатындығын тексеріп көрген болатын. Мінекей мынаның өзі, мысалы 3 түйіннің өзі бір жарты килоның шамасында болады ертең, Құдай қаласа. Мінекей. Енді бұл ергелік жерден кішігірім жұмыссыз болып жатсаңыз, табыс табуға болатындығын көріп жүрмін осылай. Бос жатқан жерлеріңіз болса, қызанақ, қияр, болгар бұршын егіп, жүктері кішігірім ақша істеуге болады екен. Ал қиярларым әлі жемісін беріп жатыр. Бұған енді айтарлықтай күтім жасап жатқан жоқпын ешқандай. Бірақ 30-80 кило теріп жүрмін бір тергенде.